Чванто Тан 1966 жылы Сингапурда дүниеге келген қарапайым фотограф. Ол досының кеңесі бойынша Инстаграмға тіркеліп өзінің суретін салғаннан бастап әп-сәтте әйгілі болып шыға келді. Инстаграм қолданушылары оның өз жасынан әлдеқайда жас көрінетінін байқап қайран қалды. Расында Тан 50 жастан асып кетсе де 25 жастағы жігіт сияқты көрінеді. Көптеген адамдар бұл генетикаға байланысты, Сингапур ауасы таза, медицинасы жоғары дамығандықтан солай болды десе, басқалары Тан өзіне пластикалық операция жасап алған деп пікір қалдырып жатты. Дегенмен Тан өзі жайлы берген сұхбатында ұзақ жылдар жас күйінде қалу құпиясымен бөлісті. Оның сөзінше, менің терім сезімтал, сондықтан мен бет күтіміне екі ағзатты қолданамын. Ол душқа арналған гель және бетті ылғалдандыратын крем деп жауап берді. Сондай-ақ Тан дұрыс тамақтану мен ерте ұйықтау өзіме ұнайтын іспен айналысу менің өмірімде ерекше орында деген мағынада жауап берді. Тан ұйқыдан тұрғанда 6 жұмыртқа, оның ішінде холестеринге байланысты 2 сарыуыз ғана жейді және 1 стакан сүт немесе авокадо мен жемістер қосылған шырын ішеді. Таңның сөзінше, таңертең бұлай тамақтану адамға қажетті пайдалы белоктарды беріп, ағзаны қуаттандырады. Ал қалған уақыттарда тауық еті қосылған күріш, жемістер мен көкпияз қосылған балық сорпасын ішеді және барлық зиянды тамақтардан бас тартады. Арақ ішпейді, темекі шекпейді. Тіпті шай мен кофені де қолданбайды. Тек кейде шыдай алмай балмұздақ жеп қоятын бар деп жасырмады. Тан аптасына 3-4 рет жаттығу залына барып денесін шынықтырады. Күн сайын бассейнге түседі, сондықтан оның тек еті ғана емес, денесі де 25 жастағы жігіттікіндей. Тан күн сайын кешкі 11 болмай ұйықтап қаламын да ерте тұрып кетемін. Ұйқы сапалы болу үшін жатпастан бұрын 5-6 сағат тамақ ішуді доғарамын. Ерте тұру арқылы мен көптеген істеріме үлгеріп жатамын. Ал түнімен кино көру не кеш жату денсаулыққа өте зиян деп білемін деп жауап берді.